Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін деревенский картоптың әзірлену жолын көрсетемін. Осылай өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Ең алдымен өзімізге қажетті картопты жуып тазалап, осындай бөліктерге бөлетін боламыз. Келесі картоптың соусын әзірлейтін боламын. Яғни осындай мөлшерде сұйық май керек. Мен картоптың қышқыл, әші болғанын қалаймын. Сол себепті бір шай қасық қызыл бұрыш және қара бұрыш, 2 дана сарымсақ қостым. Яғни сарымсағымызды әдемілеп үккіштен өткізіп аламыз. Майда болуы қажет. Егер қышқыл дәм ұнамайтын болған жағдайда аз мөлшерде қосуларыңызға болады. Және де көз мөлшермен тұз қосамыз. Осылай барлық қоспаларды араластырып, картоптың үстіне қосып араластырамыз. 5-10 минутқа қойып қоямыз, яғни дәмі сіңу үшін. Дайын болған картоптарымызды осылай жеке-жеке ыдысқа орналастырып шығатын боламыз. Және де қызып тұрған пешке 180 градуста картопымыз қызарғанша пісіретін боламыз. Вуаля достар, бүгінгі біздің деревенский картоптарымыз әзір болды. Барлықтарыңыз жасап көріңіздер.